турнир форматы. Алдымен өткен жылдан бастап күшіне енген жаңа турнир форматын еске түсірейік. Сонымен қыркүйектен қаңтарға дейін 36 команда жалпы кезең аясында әрқайсысы 4 ойынды өз алаңында және 4-еуін сырт алаңда өткізеді. Барлық нәтижелер ортақ кестеге енгізіледі. Ол 8 турдың қорытындысы бойынша қалыптасады. Алғашқы 8-дікке енген командалар 1-1 8 финалға жолдама алады. Ал 9-дан 24 орынға дейінгі клубтар 1-8-ге шығу үшін плей-офф кезеңінде ойнайды. Яғни іс жүзінде қаңтар 16 жыл финалдан бастайды. Одан кейін стандартты плей-офф жүйесі жүреді. Кесте кәдімгі лига секілді болады. Әр жеңіске 3 ұпай, тең ойынға 1 ұпай беріледі. Содан кейін командалар нәтижелеріне қарай орындармен бөлінеді. Бірақ бұл ұлттық чемпионаттағы форматқа мүлде ұқсамайды. Ең басты айырмашылық, әр команда өзге 8 қарсыласымен ғана ойнайды, ал оларды жеребе анықтайды. Әрине, тең жағдайда ешкім қалған жоқ. Біреулерге қарсыластары жеңілірек түсті, ал басқаларына қиындау. Сондықтан заңды сұрақ туады. Кімге ең жеңіл сетка түсті, ал кімге ең ауыр? Біз талдау жасау үшін АП компаниясының деректеріне сүйендік. Ол әлем бойынша 13.00 команданы бірыңғай рейтинг арқылы саралайды. Әр команданың қарсыластарының орташа рейтингін пайдаланып, кімге қолайлырақ, ал кімге қиындау жеребе түскенін математикалық тұрғыда анықтауға болады. Дегенмен бұл сандарға қарап тұтас турнирдің нәтижесі жайлы түбегейлі қорытынды жасауға болмайды. Естеріңізде болса, өткен маусымда ПСЖ топтық кезеңде күрделі қарсыластарға тап болса да, ақыр соңында трофейді жеңіп алды. Біз командаларды 3 деңгейге бөлдік: жеңіл, орташа және қиын. Енді әрқайсысына жеке тоқталайық. Жеңіл деңгейі: Арсенал 88-8, Ливерпуль 89-9, Челси 89-9, Ювентус 89-9. Ал енді ретімен қарайық, Арсенал екінші себетке түсті, бірақ соған қарамастан барлық топ клубтардың ішінде ең төменгі қарсыласу рейтингін алды. Оның 8 қарсыласының ішінде 3 алып бар: Бавария, Атлетико және Интер. Оның үстіне Бавария мен Атлетикоға қарсы ойындар Лондонда өтеді. Жазғы трансферлік терезеде Арсенал айтарлықтай күшейді, ал Мадрид пен Милан клубтары ондай белсенділік танытпады. Сондықтан канонирлердің басымдығы болуы тиіс. Әрине, Бавариямен ойнау өте қиынға соғады, бірақ Эмирейтстің факторы өз әсерін тигізуі мүмкін. Тағы 2 қолайсыз сапар бар: Брюггеге және Билбаудағы Атлетикке. Бұл жерде ұпай жоғалту оңай. Бірақ Олимпиакоспен, Славиямен және Қайратпен кездесулерде Арсенал аса қиындық көрмейді деп айтуға болады. Жалпы ағылшын клубтарына жеребе жолы болды. Тіпті Тоттенхемде ыңғайлы қарсыластарға тап болды. Сондықтан егер Томас Франк жаңа жұмыс орнына тез бейімделсе, команда кем дегенде қаңтар 16 жылға шығуға қауқарлы. Ливерпуль өткен маусымның жалпы кезеңіндегі көшбасшы де аса көп қиындыққа тап болмауы керек. Арне Слоттың командасына 2 мадридтік алпауытпен ойнау керек болады. Бірақ біріншіден ойындар Энфилдте өтеді. Екіншіден, көктемге қарай Алонсо мен Симеоненің командалары қандай күйде болатыны белгісіз. Қалай болғанда да, Ливерпуль қазіргі таңда анағұрлым теңгерімді әрі сапалы жобадай көрінеді. Интерге, Айнтрахтқа, Марсельге және Галатасарайға қонаққа бару расымен қауіпті сынақтар. Егер мерсисайдтықтар сүрінсе, оларды турнирдің басты разочарованияларының қатарына қосып жіберу оңай. Дегенмен бұл қарсыластардың әрқайсысы қызылдарға тіс өтпейтіндей емес, тіпті жартылай қосалқы құрамда олармен тең дәрежеде ойнай алады. Келесі кезекте Чемпиондар лигасына қайта оралған Челси лондондықтардың бұрынғы жетістіктерін ескеріп, оларды бірінші себетке қосты. Бұл, әрине, жеребеде үлкен көмек болды. Энцо Мареска командасын 2 ауыр сынақ күтіп тұр: Барселонамен өз алаңындағы матч және Баварияға қонаққа сапар. Мұнда нақты бір болжам жасау қиын, бірақ анық нәрсе, қалған қарсыластар өтуге болатын деңгейде. Әрине, Наполимен сырт алаңда ойнау оңайға түспейді, бірақ Антонио Конте жаттықтыратын командалар Еурокубоктарда жиі ұлттық біріншілік үшін құрбандыққа шалады. Аталанта Жан Пьеро Гаспериниден айырылды. Аякс түсініксіз күйде. Ал Пафос пен Қарабақты бір аяғымен ұтуға болады. Егер Челси өзі сүрінбесе, плей-оффқа шығу олар үшін қиындық туғызбауы керек. Тағы бір қайта оралған қатысушы Ювентусқа да жолы болды.
Туриндіктер екінші себетке түсті, бірақ бірінші себеттен оларға аса қолайлы Боруссия келді. Әрине, Реалмен ойнау оңай емес, бірақ қалғандарына қарағанда бұл нұсқа әлдеқайда жеңіл. Басты мәселе, әзірге Ювентустың маусымына болжам жасау мүмкін емес. Әзірге пессимистік көңіл күй басым, себебі айқын күшейту байқалмайды, ал Игор Тудордың деңгейі де түсініксіз. Дегенмен, кәрі синьораның құрамы жаман емес. Сондықтан Бенфикадан, Спортингтен, Монакодан және Вильяреалдан ұпай алуға әбден болады. Бұл кездесулердің әрқайсысында Ювентус фаворит саналады. Будио Глинт пен Пафос төменгі себеттен түсуі мүмкін ең әлсіз қарсыластардың бірі. Орташа деңгей. Реал 90. Манчестер Сити 92. Боруссия Дортмунд 95. Наполи 95. Барселона 99. Жалпы, көктемгі кезеңде Реалдың әр ойыны ерекше қызығушылықпен өтеді. Өйткені бұл Хаби Алонсо есімімен байланысты жаңа қайта құру кезеңі, бірақ мадридтіктер жалпы кезеңді жеңіл еңсереді деу қате болар еді. Өткен маусымда да Реал аса қиын жеребе алмағанымен плей-оффқа әрең өткен болатын. Қазірде өтпелі ойындар көп емес. Бұған сырт алаңдағы Қайратпен және Олимпиакоспен матчтарды, сондай-ақ Марсель мен Монакомен өз алаңындағы кездесулерді жатқызуға болады. Ал негізгі қауіпті қарсылас Ливерпуль ғана. Манчестер Сити мен Ювентус әзірге өздерінің ең мықты кезеңінде емес, сондықтан Бернабеуда өздері қиналып қалса, таңқаларлық емес. Мұнда бастысы, Реал өз алалат деген ұпайларын жоғалтпау. Сонда тапсырма орындалды деуге болады. Өткен маусымда Сити мен Реал қаңтар 16 жыл финалда кездесіп, екі керемет шоу сыйлаған еді. Биылда дәл сондай тартысты ойын күтуге болады. Екі клуб та былтырғы сәтсіз кампаниядан кейін өз беделін қалпына келтіруге мүдделі. Қалған қарсыластар жалпы алғанда аса ауыр емес, бірақ аутсайдерлер бойынша сәл сәтсіздік болды. Славия мен Копенгаген тістесіп ойнай алады. Басқа жағынан алғанда оппозиция деңгейі қолайлы. Алда Англияға екі қиын сапар күтіп тұр, Челси мен Ньюкаслға, бірақ бұл екі ұжым Блаугранаға тісі өтетін қарсыластар. Ал Брюгге, Айнтрахт пен Олимпиакос айтарлықтай қарсылық көрсете қоймайды. Енді үй алаңы факторы қалай әсер ететінін көреміз, әсіресе оның жоқтығы маңызды болмақ. Камп Ноудағы проблемалар әлі шешілген жоқ. Әзірге жалпы кезеңдегі чил матчтарын қайда өткізетіні де түсініксіз. Қарқын көрсеткіштері: Атлетико 92-1, ПСЖ 92-7, Бавария 92-9, ал енді ең қиын жеребе алғандарға келейік. Атлетико екінші себетке түсіп, бірінші себеттен 2 грандқа жолықты. Интер мен Ливерпуль, Диего Симеоненің командасы сапалы қосалқы құрамға ие. Оған қоса, шабуылға креатив қосуы тиіс Алекс Байена келді. Бірақ екінші себеттен матрасниктерге өте мықты Арсенал тап болды. Лондонда канонерлермен үлкен қиындықтар күтетіні анық, әсіресе Дьокериш пен Субимендистің трансферлерінен кейін. Галатасарайға Стамбулға сапар және Эйндховенге ПСВ-ға баруда оңай болмайды. Сондықтан Атлетикоға топ 24-ке кіру үшін соңғы турға дейін арпалысуға тура келсе, таңғалмаймыз. Ал ПСЖ өткен жылы жай ғана қиын емес, шынымен хардкорлық жеребе алды. Бұл олардың нәтижесіне тікелей әсер етті. Париждіктер жалпы кезеңнің алғашқы бөлігін мүлдем өткізіп алды да плей-оффтан оңай қағылып қала жаздады. Қазірде барынша тер төгуге тура келеді. Бавариямен және Барсамен болатын матчтар Чемпиондар лигасының алғашқы кезеңінің нағыз сәні болмақ. Мұндайды ешқашан өткізіп алуға болмайды. Бұдан бөлек Байерге, Спортингке және Атлетикоға қиын сапарлар күтіп тұр.